Таңертең тұрып, бала-шағама жұмыртқа мен каша, шайымызды ішіп алдық. Үйде інім мен сіңлім бар. Ініме кілемдердің барлығын шығартып, кілем жуып алдық. Сабынның жартысы жоқ, не үшін? Інім екеуміз осыны тренд түсіреміз деп ойлағанбыз, бірақ інімді көтере алмадым. Үйге келсем, сіңлім күштілеп тұрып тамақ істеп жатыр екен. Осы тамаққа күш суат бар ғой. Ішіндегі салмасы тек қана пияз бен помидор. Түскі чайымызды ішіп, кілемдердің орындарының бәрін жуып алдым. Ана кілемнің астын көріп шошып кетпеңіздер. Ол ешқандай да шаң емес, жай ғана кілемнің бір аппақ бірдеңесі түседі бар ғой, шаң сияқты, соның бәрін сүртіп алдым. Сториске салып едім, бәле қалдым ғой, не анау шаң, сыпырмайсың ба, жумайсың ба? Көп келіншектер сөйлеп кеткен ғой, енді айтамын ғой, барлығы тап-таза бар ғой, телефонның ар жағында отыраттағын. Кейде ойлаймын, солардың үйіне барып шай ішіп, үйінің бәрін көргім келеді бар ғой. Осы үйде үнемі жиын болған сайын гүлдерінің барлығы солып қалады. Не үшін, қыздар? Расында распаковка чек болсын. Эмирдің сыры, томпақ, майонез, кетчуп, сосын анау тұрған колбаса, помидор барлығын алып осындай күшті пицца жасаған болатынмын. Пицца ең соңғысы күйіп кетті. Сосын кешкі тамаққа кірістім. Кешкі тамаққа бізде бүгін дімлама. Барлығын салып, жақсылап тұрып, қуырмайсыздар, жай ғана бәрін салып, үстін жауып қоясыздар, үстіне су құясыздар. Өзі пісіп, 30 минуттың ішінде піседі. Ал бізге ас болсын.